Жеке фотограф жалдап алдыңыз ба? Я просто мына жерде басқа ешкімді танымаймын да мен. Басқа ешкімді танымаймын. Басқа ешкімді танымаймын, Әлшер. Жайға түсіріп берші десем түсірмейді ғой. Түсіре алмайды да ше. Осы кісі үйреніп қалған адам, бұл кісі SMM болып жұмыс істейді ғой еще. Басқа не жаңалық өздеріңізде? Білмеймін, жаңалықтың бәрі сізде сияқты. Бұйыртса деп интрига қыла берсең. Қазір фотоға түсіп алайыншы қазір. Ойбой, ұмытып кете беремін, маусым краши болайын деп жүрген екен ғой. Ақеркенің көңіл күйі қалай екен? Иә, бүгін жыламайтын шығарсыз енді, иә? Иә, бүгін жыламаймын дешешті. Кеше бүкіл эмоцияны шығарып тастадым, бүгін жыламаймын. Қандай не айтасыз бізге? Үміткер күтесіз бе? Жоқ әлде... Кеше мен үміткерлерім басқаша түсініп қалмаңдар. Осылайда іштегі Абида болды. Бірақ өзінде қатты үміткер күтемін. Мені таңдап келсеңіздер болады. Қандай жігіт күтетін болыңыз? Қазақи, ұзын болу керек. 170 бір нәрсе болсын керек. Адам болу керек, шынайы болу керек. Негізі солтүстіктен болса, вообще күшті болатын еді. Мәссаған, иә, кеше айтқан, иә. Иә, кеше Арыстан деп астын сыттырып айтқан, естеріңізде болса. Бірақ енді Арыста басқа жігіт болса болатын шығар. Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Айнадан белгілі шығар. Мына жазудан уже студияға келдік. Бүгін 7 маусымның екінші эфиріне келіп жатырмыз, Құдай қаласа. Кеше көргендеріңізде білмеймін, өзім де түсінбей қалдым, не болып кеткенін. Ойбай, бір мен де, ол да бір-бірімізден жәбір көрген адамыз. Біраз нәрсе айтып тастаппыз ғой, негізі. Білмеймін, жауабы жоқ сұрақтар, шешілмейтін сұрақтарға кеше екеуміз отырып сөйлескендей болдық. Бізде бәрі шешілгендей, бәрі нормальный сияқты. Енді екеумізде үміткер күтуге дайынбыз бұйырса. 14 Евразия арнасын қосыңыздар.